Ya. Aşağı kaçalım. Yapıcı. Filtre açın.
Жалпы деген мотор салынғанда, жалпы видеода мотор салып жатқаны көрініп жатыр ғой. Енді көрінген кезде оңай сияқты көрінеді да мотор салған кезде. Бірақ жалпы оңай болып көрінгенмен, мысалға бұл жерде өте үлкен білім, өте үлкен тәжірибе, неше жылдық тәжірибе жатыр да. Қарап отырсаң, мына жерде пример келтіріп кетейін. Мынау темір, мынау мыс. Мына мыс пен темірді, темір мен мысты екеуін сваркілеген кезде, мына жерде қарап отырсаң, өте үлкен білім жатыр да. Мына жерде сваркілеп жатқан кезде адам нені ойлап отыру керек, қалай сваркілеу керек, қай жерін маңызды, қай жерін өте үлкен внимание бөлу керек. Соның мына жерде қарайған, яғни бізде көптеген білім мен тәжірибелер жатыр да. Ол видеода тек былай пайкілеп тек оңай көрінгенімен, ол істейтін видеодан көріп үйренген адамдарға олай оңай болмайды олай да. Бұл жерде жаңағында айтқанда үлкен біраз, мына жерде мысалы мына капилляркамен мына мысты пайкілегенде де мысалға да қандай қол үйрену керек. Мына мыспен мына мысты пайкілеген кезде қолың үйренген қол болу керек та. Яғни мына мыстың іші трубкада кішкентай иненің тесігіндей трубка. Соны жабыстырып алмау үшін сондай екеуінің несін табу керексің. Мынаның ысығанымен мынаның ысыған екеуін тауып, сол кезде үлгеру керексің да, яғни пайкілеп. Сол сияқты бұны тек әкеліп моторды салып тастау деген зат болмайды негізінде. Бұл жерде бірінші тексеріледі мотордың не үшін кеткені. Бұл моторды салсаң, ол тағы да кетіп қалуы мүмкін да. Егер де білмесек, бұл не үшін кеткен. Және оны клиенттің өзі айтады жалпы. Біздер енді мың деп айтсам артық болмайтын шығар. 1000 клиентпен сөйлесіп, 1000 адамнан уже бізде айтқанда психологически адамдардың сөздерінен, адамның бізге айтқан информациясынан біздер жобасын білеміз уже да. Неше түрлі холодильниктерді істеп жүргеннен кейін бір-біріне жалпы холодильниктердің жалпы 1000 түрлі болмағанмен холодильниктердің бір-біріне ұқсайтын жерлері болады ауруларының да. Сол кезде біздер клиенттің айтуымен және холодильниктің бұзылып тұрған состояниесін екеуін келтіріп, соған диагностика қоямыз. Содан кейін барып біздер жұмысты ары қарай бастаймыз. Сол үшін бұл жерде тоже жаңа айтқандай бәрі оңай емес. Бұның бәрі бірінші әрбір нәрседе білім керек. Және де қауіпсіздікте бұл жерде мысалға үлкен қауіпсіздік бар. Мысалға қауіпсіздік сақтамасаң, мысалға карьераңды аяқтау мүмкінсің. Қолдарынан кислородтары жарылып, қолдарынан саусақтарынан айырылып кеткен холодильниктер де бар. Май мен кислород ұстаған кезде, жалпы көпшілік біледі ғой, кислородты май қолмен ұстаған кезде кислород реакция береді да, жарылады. Сол кезде саусақ кетіп қалуы мүмкін. Сол үшін жаңағындай көбісі мас болып, холодильниктердің ішетіндері бар мысалға да, арақ ішетіндері, солар мас болып істеген кезде сол нәрселерді, ол мас адам есінен айырылатын адам ғой, мас деген. Ол кезде мысалы мана кислородты май қолмен ұстау мүмкін, ұмытып кетіп. Сондай қауіпсіздік жерлері бар, қауіпсіздік сақтау керек жерлері. Сол сияқты бұл бір азғантай минутта көрінгенмен оңай болып, бірақ айтып отқандай қайталаймын, үлкен ар жағында біздер ойлап отырамыз оның бәрін. Ол видеода көрінбейді ол, сол бірақ жалпы біздер бәрін есептеп, салып, сөйтіп моторды саламыз да, яғни бәрін өлшеп. Сол үшін сырттан бәрі оңай болып көрінеді деген сол ғой негізінде. Бірақ басыңды тықсаң, ол кезде уже проблемалар кездеседі. Соған сабыр сақтауың керек. Мысалға білім алатын жерлері бар. Мысалға да біздер осының өзінде біз 2 жерде оқыдық. Мысалға әртүрлі жаңағындай адамдармен ақылдасып, ол тек мотор салуда емес, әңгіме басқа да аурулар бар. Және де қазіргі тек осындай простой система емес, қазір инверторный холодильниктер бар. Олардың платалары болады.
екі капилярка түрлері болады, бір капилярка түрлері болады. Сол сияқты технология деген бір-бірінен асып дамып жатыр ғой, жарысып та. Біздер соны мысалға жөндеп үйрену керек бізге. Жөндеп, соның ауруларын, жаңағы инновация, жаңағы технология, инновация дейді ғой, новыйдан шығып жатқан бірдеңелерді, ол біздерді яғни пісіреді да, егер де сен соны қуаласаң. Яғни өзіңе жұмысыңа қатысты нәрселерді жаңағыдай біліп, үйреніп, солай дамуға болады да. Бір затта жүрсең, адам деген негізінде көп тәжірибе жинайсың, білімде сол бір затқа фокус қойсаң, мысалға холодильник жөндеп па, холодильникке сол холодильниктің неше түрі болады, соларды да әртүрлі холодильниктер бар, әртүрлі олардың аурулары болады. Соның бәріне фокус қою керек, яғни мысалға соның жаңағы жолына түсу керек та, бір затқа дейді. Жан жақтан әртүрлі заттармен айналыссаң, ол кезде адам бас айналып қалады, бір сөзбен айтқанда. Содан кейін шаршап қалады деген сияқты ғой. Сол шаршамау үшін, қызық болу үшін бір затпен айналысу керек. Мысалы, біздер осы 15 жылдан бері осы холодильник саласында, кондиционер, холодильник, біздерге өзіміз жұмысымыз ұнайды, және содан біздер рискіне себе тауып отырып, содан кейін біздер уже айтқанда біраз жерге барып қалдық. Содан кейін оны басқа салаға ауыстыру айтқанда ойда да жоқ. Осыны дамып ары қарай, себебі өзіміздің түсінетін, білетін кәсібімізді. Осы күнге шейін 1000 шақты холодильниктер жөндеп тастадық қой. Соның ішінде уже бізге оңай да, бізге айтқандай жеңілдейді да кішкене, себебі уже неше холодильниктер жөндеп көріп жүргеннен кейін, сол өз саламызда болғаннан кейін бізге оңай. Соның мысалы қазір ешкімге тәуелді болмай, өзіміз жеке кәсіпкерміз, істеп жүрген жұмыстарымыз осы 15 жылдан бері, 2009-дан бері ғой, 2009-дан бері бір саламен келатырып, осы салада үлкен нелерді көрдік. Енді тек бытовой емес, жалпы басқа да промышленный холодильниктерді жалпы жөндей береміз, бірақ уақыт жоқ оған. Бытовой холодильниктер жалпы қызық бізге. Бытовой деген, мысалы, ұзақ жүрмейсің, мысалы, клиенттің үйіне барған кезде асып кетсе, бір қиын жұмыс болмаса, енді 1 сағат, 1,5 сағатта бітіріп ақшаңды алып кетесің, мысалға. Сосын бұл бытовой холодильниктердің бір тиімдісі жөндеудің. Үйде қандай техника болса, сол техникалардың ең маңыздысы, ең керектісі осы холодильник болып табылады. Себебі оның ішінде өзіміз жейтін тамақ тұрады. Оның ішінде көптеген товарлар тұрады деп айтуға болады. Ақша, мысалы, еттер тұрады, бөліктер тұрады, көптеген ақша тұрады олар. Сол үшін адам міндетті түрде мұқтаж болып саған жөндетеді бытовой холодильнигін. Сол себепті осы саланы үйрену, осы саланы кәсіп қылу өте тиімді. Қазір енді 25-ші жыл ғой, 24-23-терде де өте қатты мына доллардың біздегі қымбат болуының себебінен техникаларда бізге қымбат болып сатылады. Доллар деген өз орнында тұр жалпы, бірақ біздің теңге долларға шаққанда қымбат келеді. Яғни біздің теңге уже құлдырағаннан, біздер долларды қымбат сатып алғаннан кейін, бұл товарлардың бәрі шетелден доллар арқылы келеді. Доллармен келгеннен кейін ол бізге қымбат болады. Сол себепті мына доллардың қымбаттағаны біздің техникаларда қымбаттап жүрді. Ал қазіргі адамдардың жағдайына қарасақ, олар новый техникаларды, жаңа техникаларды ала беруге шамасы жоқ. Мысалға, 5 жылдан қазір бұзылса холодильник, орта есеппен алғанда холодильник 5 жылдан бұзылады да. Қазіргі холодильниктердің сапасына қарай айтып отырмын да, осы соңғы жылдары. 5 жылдан холодильниктердің моторы кетеді, басқа да бір аурулар болады. Соларға анализ жасап қарағанда 5 жылда холодильниктер бұзылған кезде мына шығарып жатқан заводтардың есебі, маркетингі бойынша клиент
5 жылдан кейін қайтып келу керек деген маркетинг қой. Мысалға бұзылды холодильник, и ол новыйын алады деген. А бізде ол олардың ойы бойынша новый холодильник алады десе, олар новый холодильник алмай, оны жөндетеді. Яғни біздер шеберлер соны жөндейміз. Сол кезде ол жұмыстың бәрі яғни бізге болады да. Сол себепті қазір холодильниктердің сапасыз болғаны бір, және де холодильниктердің қымбат болғаны екі. Яғни осы екі ненің өзі үлкен рөл ойнап тұр да. Осы саланы үйренуге, осы саланы кәсіп қылуға сол екі фактор сол үлкен итермелеп тұр. Яғни соны қарасақ біздер жөндейміз да. Мысалға мына моторды несетін болсақ, мынада кішкене мотор салардың алдында бұл жерде мысалға бір не системасын екі рет френға құйып қарадық. Екі рет френ құйып қарадық мынағанда, моторын ауыстырмай тұрып. Ол не үшін? Себебі мотордан деп айту үшін бірінші бір-екі шығындар шығарып тексеріп қарау керек болады. Мысалы мына жерде фильтр ауыстырдық, мына уже екінші фильтр ауысатқан. Бірінші фильтр, новый фильтр салдық, и оны мына мотор салғаннан кейін оны алып тастаймыз. Ол себебі уже бір рет пайдаланды, ол таза болса да, мына жұмысыңдағы күмәнді нәрселерден құтылу керексің. Сол себепті күмән болмасын деп қайтадан новый фильтр салдық. Сондай шығындарға байланысты, мысалға мына жерде 35 мың теңгеге моторды салып беріп жатырық. Біздің қол ақымыз тек қана 35 мың теңге. Қарап отырсақ, енді бұл жерде бұл морозильник енді көп жыл болған, бұл баяғынікі. Қазіргі холодильниктер, қазіргі морозильниктерде кішкене сапасы төмен. Сол себепті 5 жылдан деп есептесек, мысалға басқа да мотордан бөлек 35 мың теңгелік жұмыстар жасалса, морозильниктің бағасы 200 мың теңге деп алсақ, мыналар енді 250 мың, 300 мыңға барады, мына морозильниктер. Есеппен алғанда біздер где-то соның бір 15-20%-ын, яғни оценить етіп отырық та, яғни солай болып тұр да. Біздің қол ақымыздың бағасы бұл морозильниктің 20% деп алғанның өзінде де бұл арзан шығады. Ал адамдар барып қайтадан 300 мыңға, 250 мыңға морозильник алмайды ол үшін. Сол себепті бұл жерде адамдар жөндетуге жүгінеді, яғни ремонт жасау тиімді болып келеді оларға. Сол үшін біздер клиенттерімізге де түсіндіріп айтамыз, есептейміз. Кейбір клиенттер баяғы цифрлармен әлі қалып қойған деп айтуға болады. Мысалға, баяғыда мыналар 60 мың теңге болған болса, сол 60 мың деп ойлап жүреді. Сен 35 мың деген кезде олар үстіне 25 мың қосып бір морозильник алам деп ойлайды. Бірақ жаңағы Каспий магазинге кіреді, бәрі тұр, бағалары ішіне кіреді, қарайды. Сол кезде түсінеді, что қазір 2025 жылы келді. Сол доллардың 500 қазір 31 теңге болып кетті. Соған шаққан кезде баяғы 60 мыңдікі 4 есе қымбат болып тұрады. Мысалға да 240 мың деп тұрады, я болмаса 300 мың деп тұрады. Сол себепті ол кісі манағы бірінші аспаннан түседі, сосын бізге жүгінеді қайтадан, кешірім сұрап деген сияқты, қателесіп қалғанына. Сол себепті осы кәсіп деген өте тиімді кәсіп, және де жаңағындай бір орында отыра алмайтын адамдарға арналған, яғни мен сияқты бір жерде отырып жұмыс жасауға біздер яғни үйренбегенбіз. Біздер әр жерде, мысалға, бір жерге барып, әрбір клиенттің үйіне барып, 1,5 сағат көп асып кетсе, салып кетеміз, жасап кетеміз. Және де бұл жерде ответственность жайлы айтайын, ответственность, яғни жауапкершілік. Біздер енді 15 жыл жасағаннан кейін, ол 15 жыл бойы жұмыс жасауының бір себебі адал жасау. Адал жасау деген ол сені клиенттердің сенімін артасын. Клиенттер бір-біріне сарафанный радио деген бар, соны бір-біріне айтады. Бізде қазақта білесіздер, біреу жақсы жасаса, оны асырып мақтап жібереді, біреу жаман жасаса, асырып жамандап жібереді. Сол сияқты біздер жақсы жасауға тырысамыз. Адами факторлар бойынша біздер де істей алмайтын кездерде болады. Біздер де біліміміз
бітіп қалатын кездер болады. Сол кезде біздер не істейміз? Біздер клиентке егер біздер істей алмасақ, егер біздің қолымыздан келмей жатса, біздер алған ақшамызды қайтып береміз клиентке. Ал егер де клиенттің өзі жасатпайтын болып жатса, онда ақша бізде кетеді. Яғни клиент отказ берсе, болды, керек емес, басқасын ойын аламын, керек емес, жөндетпеймін десе, мысалы екінші рет уже бұзылған кезде болады енді. Адами факторлар екінші рет бұзылады. Мысалы осындай фильтрін ауыстырып, френ күйіп кеткеннен кейін, мысалы 1-2 ай, мысалы 5-6 айдан кейін, мысалға мотор кетіп қалуы мүмкін. Моторға біздің мысалы істеген жұмысымыздың қатысы жоқ. Мотордың да өзінің уақыты, срок службы деген бар. Солмен себеппен кеткен болса, тағы да біздер айтамыз, енді жеңілдетіп істеп беруге тырысамыз, повторно клиент болған соң. Бірақ ол енді өзі отказ беріп жатса, біздер енді кінәлі емеспіз сол жағынан. Егер де біздің қолымыздан келмесе, біздер істей алмасақ, бізден болса кінә, онда біздер клиентпен өзіміздің абыройымызды сақтап қалу үшін, яғни адамның ақысын жемейміз, қайтып ақшасын береміз да, сонымен клиентпен жақсы қарым-қатынаста қаламыз. Сөйтіп адам деген өзі сөйтіп жайлап асықпай дамиды. Сол дамуға дейін өте қатты сабырлар керек, өте жаңағындай білім жинау керек, білім жолында неше бір сабырлар керек. Мысалға Ақтауда да оқыдық, Алматыда да оқыдық мысалға. Сол сияқты білім деген енді бесіктен қабірге дейін, бұл холодильниктің білімі болсын, басқа білім болсын, тоқтатуға болмайды білімді. Білімді алған сайын өзіңнің білмейтінін түсінесің. Сол үшін бірінші очередь білуге тырысу керек. Білуге тырысқаннан кейін сабыр кетеді. Ар жағында уже істеген практический жұмыстарда сабыр сақтау керек болады. Сабыр сақтағаннан кейін табандылық керек. Табандылық дегеніміз сол жолда өз-өзіңді жаңағындай реклама бересің. Мысалға адамдармен жаңағындай жақсы қарым-қатынастың себебінен адаммен табандылық керек деген сол. Яғни даму, ары қарай даму үшін. Басқаша енді әрбір нәрседе ана жерде 1 жыл жүріп, ана жерде 2 жыл жүріп, олай адам ешқашан гүлдемейді. Қашан адамдар гүлдейді? Адамдар деген бір жерде отырса гүлдейді. Яғни ұзақ жылдар бойы бір жерде жүрсең, сол жерде адам танымал болады. Өзің де сол салада жүргеннен кейін өзіңді де дамытасың. Солай адал ризық жеудің ең жақсы бір жолдарының бірі. Болды, осымен моторымыз салдық. Алла қаласа қазір френімізді қоямыз. Сосын бір істеп тұрғанын бір көрсетеміз тағы да, Алла қаласа. Мына жерде деген вакуумация болып жатыр. Ішіндегі манағыдан кірген ауалардың бәрін шығарып тастаймыз. Шығарып тастағаннан кейін іші вакуум болған кезде френ құямыз. Ауа мен френ екеуі бірігіп жұмыс жасай алмайды системада. Сол себепті полный вакуумерді етіп, опрессовкаға қойып, содан кейін френ құямыз. Міне 14:3 болып тұр. 14:3 температура қазір демалып тұр, морозильник сөніпті. Демалады, сосын қазір температура кішкене түскеннен кейін қайтадан қосылады. Кеше өзінікі алып тастадым. Қуып тұр да, сіздікі температура көрсетпей. Қазір көрсетіп тұр, -14:2. Так, мотор, бұны кешегі салған мотор. Новый мотор. Так, ішіне келетін болсақ, так, морозильник міне. Іші полный қақырауға басып тұр. Ішіндегі мұз қатып тұрған. Тексеріп отырып осымен. Қазір кішкене суға жылығаннан кейін датчик мына жерде тұр. Бетке алып тастаймыз. Қазір температура түскеннен кейін қайтадан қосылады.
морозильниктерін алып баратыр клиенттеріміз. Саусқанский. Саусқаннан да, мал ауылдардан да, если что, нелер болса, үй жаққа алып келіп қарата берсеңіз болады жалпы. Таныстарыңыз болса, үй жақтан қарап береміз, осылай алып келеді, осылай алып кетеді.